Жәнібек Кәрменов әнші, жазушы, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі. Алматы эстрада цирк өнері студиясын Жүсіпбек Елебеков класы бойынша Қазақ ұлттық университетін бітірген. Жәнібек Кәрменов өнер баспасында редактор, Алматы консерваториясында кафедра меңгерушісі қызметін атқарған. Жәнібек Кәрменов көптеген халық композиторларының шығармашылық өмірі мен мұрасын насихаттау және олардың ұмытылған ән мәтіндерін қалпына келтірісіне мол үлесін қосты. Кезінде қазақ радиосы мен теледидар арқылы халық әншілер мен әншілік дәстүр туралы Ақселеу Сейдімбековпен бірге Абай әндері, Кенен әндері, Мұхит әндері хабарларын жүргізген. Өнер тақырыбына арналған Ақылбайдың әні, Махаббат әні, Ғашықтың тілі атты кітаптары жарық көрген. Жәнібек Кәрменов Сырғақты, Тобайкөк, Желдірме, Перуайым сияқты халық әндері мен халық композиторларының өте күрделі, сыршыл әндерін орындауда өзгеше өрнек, ешкімге ұқсамайтын шеберлік танытты. Халық әндерін орындаушылар мектебінің ең жарқын өкілдерінің бірі болды.